Сәлем достар, мен сіздерге CapCut приложениесіне қазақша шрифтті қалай жүктеу керектігін және де қайдан алу керектігін туралы айтатын боламын. Егер сіздерге ұнап жатса, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал бастаймыз. Біріншіден біз Телеграмға кіреміз. Телеграмна поискке кіргеннен кейін казахский шрифт деп жазамыз. Міне осы жерде міне шықты. Енді осыны басып кіргеннен кейін неше түрлі қазақша шрифттер шығады. Осы жерден ұнағанын алсаңыздар да болады, немесе барлығын алсаңыздар да болады. Ол үшін біз мына үш точканы басамыз. Міне осыны сохранить в загрузке деп тұр, сақтап аламыз уже. Енді келесі шрифтті осылай үш точка кіріп сохранить загрузке деп сақтап аламыз. Осылай керектігін барлығын сақтап алсақ болады. Немесе кейін сақтап алсаңыз болады. Бұдан шыққаннан кейін CapCut приложениесіне қайтадан кіреміз. Мен сіздерге бір видеоны жүктеп көрсетейін қалай алу керектігін. Осы жерде бір видеоны аламыз, добавить етіп. Алғаннан кейін текстке кіреміз. Текстке кіргеннен кейін өзімнің сөздерімді жазамын. Немесе сіздер өздеріңіздің фотоларыңызды, видеоларыңызды осылай жазып, жасап көруіңізге болады. Бұның ішін шрифттері қазақша оқымайды, көбінесе орысша мен ағылшынша шрифттерді оқиды. Қазақша шрифт мұнша әдемі болмайды. Сондықтан мен сіздерге қазақша шрифттің жүктеу туралы айтатын боламын. Енді біз мына жерде шрифттер, шрифтке кірдік. Енді шрифтке кіргеннен плюс тұр. Плюсті басамыз. Загрузить файл деп тұр. Кіргеннен кейін осы жерде міне жаңа біздің жүктеген шрифттеріміздің барлығы осы жерде тұрады. Яғни біз осы шрифттің үстін басып тұрып, міне әрқайсысын осылай загружение етіп қоямыз. Қайтадан загрузить файлға кіреміз. Кіргеннен кейін осылай үстіне басып, мен алдында көбісін жүктеп қойғанмын. Осылай жасап алсаңыздар болады. Жүктеген шрифтті импровизировать деген мына жерде шрифт тұр. Соған кіреміз. Жүктеген шрифтті осының ішіне кіріп алатын боламыз. Біз шрифттерін бәрін жүктеп алдық. Мысалға біз фонға, видеоға жазып жазған кезде біз оның шрифтінің түсіне қалай қою керектігін бәрін реттеп алуымыз керек. Сол кезде біздің жазуымыз әдемі көрінеді. Кез келген шрифтті қоя салмаймыз, өйткені әдемі шықпайды. Егер сіздер осы жерде анимация қойыларыңыз келсе, анимация қойыларыңызға болады. Жазып болғаннан галочканы басамыз. Басқаннан мына былай ұзарып кетіп жатса, былай орнына келіп жылжытып қысқартып аламыз. Міне осылай дайын болды. Енді осыны сақтап аламыз. Музыка қоюға болады, анимация қоюға болады. Өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты. Міне сохранить етеміз. Upon this throne, I'm ready for